Бұл бала қорқынышты болашақты суреттейді, және оның суретіндегі барлық сұмдықтар шын мәнінде орындалады. Ол мұны қалай жасайды, және оны тоқтату мүмкін бе? Біз оны «Марионетка» фильмінің қысқаша шолуынан білеміз. Орта жастағы ер адам аурухананың төбесіне шықты. Ол өзімен бірге бензинді алып жүрді. Жоғарыға көтеріліп, ол канистрдің ішіндегісін басына құйып, сіріңке тұтатты. Ер адам біреуден басынан кетуін өтінеді де, сіріңкені қолынан түсіріп алып, бірден жанып кетеді. Келесі көріністе біз вокзалдағы әйелді көреміз. Бұл бала психологы Мэриан Винтер. Күйеуі жол апатынан қайтыс болғаннан кейін, ол жаңа өмір бастауға шешім қабылдап, ақш-тан Шотландияға қоныс аударады. Әйел емханаға жұмысқа орналасады. Ол өртке шалдыққан доктор Мактивиді ауыстырады. Мэриан пациенттердің құжаттарын қарап жатыр. Бұл тағдыры өте қиын балалар болды. Мысалы, Карина есімді қызды анасы қорқытып тастаған, сондықтан ол ауру болып қалған және үнемі тек бір жерге қарап тұрады. Тағы бір науқас, Мэнни есімді бала, ол үнемі бірдеңе сызып отырады. Ол әйелге мүлде назар аудармады. Сондай-ақ ол өз суреттерінің көмегімен оқиғаларды басқара алатынын айтты. Кешке Мэриан барда сыра ішеді. Келушілер оған қызығушылықпен қарайды. Көпшілікте ол қызық ер адамды байқап, ол туралы ойлайды. Үйіне қайтып келе жатқан әйел жолда апат болғанын көреді. Біреудің көлігі аударылып, өртеніп жатыр. Жүргізуші ауыр жарақат алған. Мэрианның қолдары дірілдей бастайды, бірақ кенет жарылыс естілді. Келесі күні қабылдауда әйел кішкентай Каринаның қатты қорқып тұрғанын көреді. Ол тіпті жаңбырдан қорқатын сияқты. Мэриан өздерінің кішкентай пациенттерінің суреттерін тапты. Олардың бірінде жол апаты бейнеленген. Бұл Мэннидің суреті еді. Неге екені белгісіз, бұрышта шошқа бейнеленген. Қабылдауда бала психологқа апатқа өзі себепкер болғанын айтады. Оның үстіне, оның өзі Мэрианның Шотландияға келуіне себепкер болған. Бұл сөздер әйел үшін өте қорқынышты естілді. Бала оның үстелінде қару бар деп сыбырлайды. Мэриан одан сайын қорқты. Дәрігерлер кеңесінде науқастардың мәселелері талқыланады. Мысалы, Карина, анасы оны жеп қояды деп қорқады. Ал Мэнни бұл үлкен жұмбақ еді. Сонымен қатар оның бұрынғы психологы тіпті аурухана тарихында ешқандай деректер қалдырмаған. Үйде жаңбыр кезінде Мэриан ішіп, өткен өмірін және сүйікті күйеуін есіне алады. Ол өз өмірін жалғастыру керек екенін түсініп, кітап құмарлардың жиналысына келіп, Киран есімді тартымды ер адамды байқайды. Олар көрші екендерін анықтап, үйге бірге барады. Киран оны қонаққа шақырады, бірақ Мэриан бас тартты. Кеңседе ол Мэннидің жазбаларын қарап шығады, және бұрынғы психологтың баланың барлық суреттері болашақтағы нақты оқиғалар деп жазғанын көреді. Әйел үстелдегі жәшікті ашса, ішінде қару жатты. Барлығы Мэнни айтқандай болды. Кенет оның телефоны шырылдады. Телефондағы ер адамның дауысы оған, сен тірі тұрғанда баланы өлтір дейді. Үйде ол Мэннидің салған суреттеріне қайта қарайды. Олардың барлығы қара қарындашпен трагедия жойылуды бейнелейді. Әйел кейбір дауыстарды естіп, құлағын вытяжкаға қояды, бірақ ол сөздердің мағынасын түсіне алмады. Мэриан тағы кітап құмарлардың кездесуіне, сосын барға барады. Кейін Киранмен көлікке мініп, таң атқанға пирске жетеді. Киранның қайығы сонда арқандап тұр. Ер адам оны мінуге шақырады. Олар теңізге шықты. Ол досына қызына рульді басқаруды үйретеді. Кешке Мэриан Киранға не болғанын айтып береді. Бір күні ол күйеуі екеуі демалуға кеткен. Бірақ кенет олардың көлігінің капотынан түтін шыға бастады. Біреу оларды апаруды ұсынды. Олар оның көлігіне отырды. Жүргізуші қоңырауға алаңдап, көлік жолдан шығып кетіп, апатқа ұшырады. Мэрианның күйеуі қайтыс болды, ал әйелдің өзі ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Киран жұбатып, кейін оны нәзік сүйеді. Олар түнді бірге өткізеді. Содан кейін қайтадан қайықпен жүзіп, қуанышты сәттерін өткізеді. Жұмыста Мэриан Мэнни туралы көбірек білуге тырысады. Оның ата-анасы қайтыс болған, ал бала өгей отбасында тәрбиеленген. Ол туралы басқа мәлімет жоқ. Мэриан бастығына келіп, телефон арқылы біртүрлі нәрсе естігенін айтады. Ол болса, бұл менің бұрынғы психологым доктор Маквити деп жауап береді. Мэриан еденге кішкентай пациентінің суреттерін қойды. Олардың бірінде біреу өртеніп, шатырдан құлап жатыр. Екіншісінде вытяжканың жанында тұрған Мэрианның өзі еді. Киран оны жұмыстан кейін кездестіреді. Әйел оның кеңсесіне шақырып оған кітап берді. Келесі сессияда Мэнни өзінің қорқынышты суреттерін қайтадан сала бастайды.
Бала Мэрианнан револьверді көрдің бе деп сұрайды, бірақ ол оның жоқ екенін өтірік айтады. Содан кейін Мэнни жасағысы келетін жаңа оқиғаны сала бастайды. Суретте суға батып бара жатқан ер адам бейнеленген. Бала оның атын Киран деп жазады. Әріптесі Мэрианға доктор Маквитидің есінен адасқанын, сондықтан баспананың төбесіне шығып, өзіне бензин шашып жібергенін айтады. Әйел не болып жатқанын түсінуге тырысып, кітапханада көп уақытын өткізеді. Ол тіпті шайтан туралы кітаптарды оқиды. Мэриан Мэннидің мектебіне келіп, баланы бақылайды. Ол оның үйіне келіп, оның өгей анасымен сөйлесуге тырысады, бірақ бұл әйел оған ештеңе көмектесе алмайды. Мэнни салған суреттерін көрсетуден бас тартты. Әйел оған үстелде шынымен қару болғанын мойындап, баладан түсініктеме беруін талап етеді. Содан кейін ол оның суреттерін күшпен тартып алды. Олардың бірінде қаруы бар шошқа бейнеленген. Теңізде дауыл басталады. Мэриан Киранға барды, бірақ оны еш жерден таба алмайды. Оған жету де мүмкін емес болды. Әйел үйіне оралып, қайтадан ішіп, қаруға қарайды. Ол қайтадан вытяжкадан дауыстарды естіп, есінен танып бара жатқанын сезе бастады. Мэриам күйеуімен өткізген соңғы күнді сапар туралы қалай әңгімелескенін, қалай тиын лақтырып маршрутты таңдағанын, бейтаныс адамның көлігіне қалай мінгенін есіне алды. Бірақ бір нәрсе болды. Жолда олар Мэнниді көрді. Бірақ бұл мүмкін емес. Мэриан телевизорды қосып, көптеген адамдардың өмірін қиған үлкен су тасқыны туралы білді. Бұл Мэннидің суреттерінің бірінде де болды. Дүрбелеңде әйел Киранды әр жерден іздей бастады, бірақ ол еш жерден табылмады. Мас күйінде ол достарымен ұрсады, содан кейін полициямен де. Келесі күні Мэриан директордың кабинетін ақтарып, доктор Мактивидің адресін табады. Бастығы оны тауып алып, әйелді ақымақ қылықтары үшін, сонымен қатар мас болғаны үшін ұрсады. Мэриам ауруханаға доктор Мактивиға барады. Ер адам Мэнни бәрін істей алатынын және әйелге бұл баланың өмірін қиюға кеңес береді. Әйтпесе оның өзі өлімге ұшырайтын болады. Доктор Маквити бөлмеден шығып кетті. Мэриан оның екінші өлім деп аталатын кітап оқып жатқанын көреді. Дәл осы сөздер Мэннидің суреттерінің бірінде жазылған еді. Әйел дәрігердің тағы да өз-өзіне қол жұмсамақ ниеті бар екенін түсініп, оны қуып жетуге тырысады, бірақ үлгермейді. Ер адам шатырдан құлап кетеді. Мэриан истерикамен қайта оралады. Ол Киранға хат жазып, оған қауіп туралы ескертеді. Сүйіктісі ашық теңізге кетіп, суға батып кетпес үшін әйел қайықтың арқанын шешіп тастайды. Кейін ол кеңсеге келіп, доктор Маквитидің ескі құжаттарын оқиды. Ол басқаша суреттер папкасын табады. Баланың әкесі қайтыс болған жол апаты туралы газетте мақала болды. Фотода Мэриан өмірде көрген дәл сол көлік көрсетілген. Күзетші пайда болып, әйел қашып кетеді. Көлікте ол Мэннидің суреттерін қайтадан зерттейді. Оларды әдеттегідей зорлық-зомбылық пен қиратулар болды. Бірақ суреттердің бірінде Киранның қайықта ұйықтап жатқаны бейнеленген. Мэриан қателігін түсініп, пирске асығады, бірақ бәрі кеш болды. Киранның қайығы тасқа соғылып, ол суға батып кетті. Әйел бұл өзінің кінәсі екенін түсініп қойды. Сүңгуірлер Киранның денесін судан алып шығады, ал әйел истерикамен қашып кетеді. Бәрінен шаршаған Мэриан Мэнниді ұрлауды шешеді. Ол оның үйіне кіріп, баланы алып, онымен бірге кетіп қалады. Жолда ол айқайлап, баладан өзінің бақытты өмірін қайтаруды талап етеді. Содан кейін оны қарумен қорқыта бастады. Полиция оларды қудалай бастайды, ал Мэриан баламен бірге қараусыз қалған зауыттың аумағында тығылады. Мэнни бәріне әйелдің өзі кінәлі екенін айтады, ал ол кенеттен оқ атады. Мэриан балаға қарап, қайтадан мылтықты қолына алады. Екінші оқ оған арналған. Күтпеген жерден авария болған күні Мэриан ауруханада оянады. Оның күйеуі тірі болды. Ер адам әйелінің бөлмесінде отырып, оның қолынан ұстайды. Әйел қуаныштан жылай бастады. Мэриан ауруханадан шығып, көп ұзамай жұмысқа оралады. Оны әріптестері қуанышпен қарсы алды. Күйеуі оны Шотландияға демалуға шақырады. Олар балалы болуды жоспарлап отыр. Бәрі жақсы сияқты болды, бірақ бірте-бірте Мэриан Шотландиядағы оқиғаларды есіне түсіріп, бұл өмір шындық емес екенін түсіне бастайды. Ол психологқа барып бәрін айтты, бірақ дәрігер апаттың кесірінен әйелде психикалық ақаулар пайда болды деп есептейді. Әбден абдырап қалған әйел Киранның нөмірін есіне түсіріп оған қоңырау шалады. Ер адам телефонға жауап берді, бірақ ол Мэрианды танымаймын дейді.
Әйел таблеткаларды ішіп, чемоданын алып, үйден қашып, Шотландияға шұғыл баруды ұйғарады. Ол бір кездері жұмыс істеген емханаға келді. Ол Мэнни туралы сұрастыра бастады, бірақ мұндай бала мұндай ешқашан болмаған еді. Оның үстіне доктор Маквиди тірі және психикалық жағынан сау болып шықты. Әйел жертөлеге түсіп, еденде жатқан бір түрлі папканы табады. Осы кезде оның алдынан Мэнни пайда болады. Бала барлық келеңсіз оқиғалар оның жеке шешімдерінің нәтижесі деп мәлімдейді. Мысалы, кеше түнде ол Киранға қоңырау шалды. Осыған байланысты ол оянып, баспалдақтан тайып құлап, басын жарып қайтыс болды. Суреттермен де солай болды. Барлық жамандық тек Мэриан бұл суреттерді көргісі келгендіктен болды. Мэнни әйелге папкаға қарауға кеңес береді. Парақтардың арасында мылтық бар және өте қорқынышты сурет болды. Онда дауыл кезіндегі адам және оның үстіне үйдің төбесі құлап жатқаны бейнеленген. Сол секундта ол күйеуінің қайтыс болғаны туралы хабарлама алды. Әйел есінен адасты, оны полиция ұстап алып ауруханаға жатқызады. Онда жатқанда Мэриан бәрін түсінеді. Бұл әлем шыншыл болмады, тіпті әйелдің өзін Мэнни ойлап тапқан болды. Бұл нағыз шындық еді. Негізі бұл бала мейірімді ата-ананың бақытты баласы болған. Бірақ әкесі апаттан қайтыс болғанда бәрі өзгерді. Анасы мұнымен келісе алмай өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Бұл үшін Мэнни өзін кінәлай бастады. Өзін азаптан оқшаулау үшін ол құдай болып табылатын әлемді ойлап тапты. Бірақ оған көмектесетін адам керек еді. Содан кейін Мэнни Мэрианды ойлап тапты. Енді әйел айналадағының бәрі бір баланың басында болып жатқанын біледі. Мэнни отбасылық суретке қарап қатты жылай бастады. Баланы асырап алған анасы оған келіп, қолдау көрсеткісі келеді, бірақ ол үндемейді. Мэриан оның басында оған нақты әлемде жақсы нәрсені табуға кеңес береді. Бала оның кеңесіне құлақ асып, түнде асырап алған анасына барады. Ол оның қолын қысты, ал әйел оны нәзік құшақтайды. Мэриан жеңілдеп, күліп жоғалып кетеді. Міне, осындай сюжеттермен кино аяқталады, достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы. Келесіде кездескенше!